мінекей жақында мына Мұхтар Абылязов қыздырды әңгімені. Ассамблея народов Казахстана жиын өткізеді, ол жиынде сұрақты қояды. Қазақстанды орыстың жаңағы ортақ кеңес мемлекетін құрамыз деп. Мен оны жоққа шығардым. Не керек ондай жаңағы бос әңгімен? Не керек бар Путинге халықты бірліктіріп, қашанда Қазақстан толық оның қарамағында, оның билігі отыр 2022 жылдан бастап. Одан кейін неке әңгіме жүр, Путин орыс жаңағы әлемі қазақтарды пайдаланады ма деп. Мен оны пайдаланады жасырып. Талай бейнен қойдым. Бір жыл бұрын, 2 жыл бұрын ана Нұрсұлтан тақырыбын көрсеттім ба, жаңағы Омскіде бір студентті, басқа да тақырыптарды жасырын. Бұл жерде ешқандай дәлел де керек жоқ маған. Достар, бұны білу үшін логиканың ортасында биліктің басында отырған кім? Биліктің басында отырған мына Кремльдің қуыршағы орыс оккупациялық жүйенің өкілі гауляйтер диверсант. Ол әрине бүкіл жұмысын жасайды. Сөйтіп айтқандай, жаңағы экономика жағынан бүкіл экономиканы жығып берді, қаржыны күні-түні ұрлап жатыр, теплица саламыз деп 1 миллиард доллар лақтырады, ТЭЦ керек деп түкте керек емес, 3 ТЭЦ-ке жаңағы 3 миллиард доллар, 1 емес 3 АЭС саламыз деп 15 миллиардтан 45 миллиардты жоспарлап жатыр. Ақша болмаса қаржы қаламыз да борышқа тығамыз дейді. Бүкіл экономиканы. Ал енді жарайды, оны халық көрмеді. Халыққа ең маңызды қазақтың әскерлері бармасын деп. Ал оның да мінекей қазір шықты ақпарат. 661 қазақстандық, енді әрине бастың көбі жаңағы орыс, украин, неміс шығар. Ал жалпы еліміздің азаматтары ар жақта емін-еркін жұмыс жасап жатыр. Оларды қудалап, нетіп атқан, шектеу қойып атқан, тосқауыл қойып атқан ешкім жоқ. Керісінше ұйымдастырып жатыр Тоқаев және оның командасы.